Әңгіме басталмас бұрын арнаға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Айт құтты болсын. Айтсын, жақсылығы бірге болсын. Жыл 12 айда бір келетін жарықтық айт қой. Бұл күнді көргенде бар шығар, көрмегенде бар шығар. Сәске түс, желсіз тынық ыстық. Аз ғана мал ауылдың қорасында күленке сайын топтанып, көбі салған түтінге ықтасында тұр. Ызыңдаған маса, сона, шіркей есіңді тандырғандай. Ауылдың адамының бәрі қыбырлап, ерсілі-қарсылы kesіп жүр. Бәрі де киінген, жүздерінде әлденеде бір қуаныштың белгісі бар. Жер ошақ біткеннің көбінде асылған қазан, ақ көбігі бұрқылдап, семіз ет қайнап жатыр. Кәрі-құртаң шалдар, кемпірлер екеу-екеу көлеңкеде отыр. Жарықтық-ай, бұл күнді де жұрттың көретін күні бар екен-ау. Ауылдың орта жеріндегі бір үйдің алдында үйме-жүйме болған кісі. Ішінде кәрілеу кемпірлер, бірең-сараң шалдау адамдар да бар. Біреуі пышақ қайрап, бір жігіт семіздеу қызыл өгізді ұстап тұр. Шеттен келген адам құрбандық қабыл болсын дейді. Әмин айтқаның келсін дейді шалдар. Неғып кеш қалып жүрсіңдер, малдың табылғаны осы болды. Шетінен ұстап, соятын бұрынғы дәуір қайда? Жұмағазы Зайкүл мен шетте сөйлесіп тұр. Сен шалсайшы. Мен қайтейін, қой ойбай өзің кір, мен ренжімеймін. Кір кемпір. Жұмекең рұқсат берген соң, несіне тоқталасың? Я, шын айтам, шала ғой, мен мұрында шалып жүрмін ғой. Құдай қабыл қылса марқұм қылмас. Қой мені әуре қылма неге? Соны қалай шалатынды да, намазын қалай оқитынын да білмеймін. Алдыңғы қатардағы ақ отаудан бұралып бір келіншек шықты. Басында шетін кестелеген шашақты көгілдір жаулық, неше түрлі асыл тұрмашалар, қадаған көк плюш камзолдың төсі неше түрлі асыл ілгек, алқым баулармен безелген. Тысқа шығып біраз тұрды да, Еркежан деді. Үйден 16-17 шамасындағы бұралған әдемі қыз шықты. Үсті басы малынып тұр. Келіншек күлімсіреп, суға барайық. Айдарлым да келе жатыр екен деді. Қыдырып жүрген бір-екі жігіт арт жағынан келіп келіншекті қытықтап қалды. Қойшы, ибай ұятты, мұнша безеніп қайда барасың? Айттаймын. Бай үйде жоқ болған соң құтырып жүргенін көрмейсің бе деп екінші жігіт күлген болды. Терлеп-тепшіп үйінің көлеңкесінде ақ текесін сойып жатқан Молдағалидың қасына уәли келді. Айт құтты болсын, айтсын. Немене, сен тоқтыңды саттың ба? Жоқ, маған сат жәжеме құрбан шалдырайым. Ақша да бай. Көз аларсың болмайды. Уәли кеткен соң Молдағали текенің терісін жұдырықтап жатып, аштан өлейін деп жүріп, айттан несі бар екен? Алдап апарып сойып бір тоймақ қой деп күлді. Ауылдан оңаша Томардың жел жағында 3 қара үй тұр. Маңайында қыбыр еткен мал да жоқ. Ызыңдаған маса да жоқ. Асылған қазан да жоқ. Кезіп жүрген адам да жоқ. Күнбатыс жақ шеттегі үйдің көлеңкесінде үсті басы өрім-өрім болып, бөкшиіп 12-13 жасар бір қыз бала мен бір орта жасты әйел отыр. Жүздері сарғылт, көздері ісіңкі. Уф деп күрсінді, әлденені ойлайды. Айдай әлем қуанып жатқан айт оған азап секілді. Бір айтатыны, сорладық-ау, ауыл жақтан ақсандай басып орта жастағы бір еркек келеді. Киімі алым-жұлым, мойнында дорба. Қатын, бәкен қалай? Не қалайын сұрайсың? Сорлады ғой, немен қайтты ма? Қайтты ма? Көлеңкеге сылқ етіп құлай кетті, жылады. Ақыры байдың түбі аштан өлер деген осы екен-ау. Зейнеп ше, кірпігі қимылдап жатыр еді. Не болғанын білмеймін. О да өлген шығар. Мойнындағы дорбаны алып жерге тастай берді. Ішінде бірдеме бар секілді. Бірдеме таптың ба? Әлде мардымды нәрсе жоқ. Тырдай жалаңаш 6-7 жасар бір ұл, бір қыз бала тысқа шыға келді. Қапшықтан алып жатқан домалақ малдың терісін көріп, екеуі бірдей тарпа бас салды. Таласты.
Қойыңдар қырғырлар, мә біреуіңе жүректің құлағы бар. Күнімен жүргендегі әкелгенің осы ма, деді қатыны. Ей, қайтейін, бермеген соң мынау текенің ені, мынау жүректің құлағы. Мұны да итке лақтырған жерінен алдым. Жұрттан қайыр кеткен ғой. Құрбандарының қанын бер деп едім, ұл бала бәйбіше айқай салды. Былтырдан бері асырағаным жетер деп, не бергенін қайдан білейін. Әй, сорлысың-ау, мана өзім барғанда ішек қарнын аршып, бірталай нәрсе әкелетін едім. Аурудан шыға алмадым ғой. Топ-топ болған атты арбалы адамдар тұс-тұстан ауылға ағыла бастады. Ауылдың орта шеніндегі ақбоз үйдің маңайында лық толған адам, топтанған арба, ат кілең бозбала. Бір топ ауыл қыдырып айтты қалып жүр. Ауыл гу-гу, айт құтты болсын, жақсылығы бірге болсын. Жер ошақтың басында 3-4 адамның басы құралып қалды. Бірдеме естіп бастарын шайқасып отыр. Есілер-ай, қор болған екен. Бірден бір жерге жайылып, хабар ақбоз үйдің маңайындағы көп адамға да жетті. Қатыны мен бәкен қайтыпты. Қашан? Бүгін. Алда бейшарай, қайтқандары да дұрыс болған екен. Тірідей көр болып еді. Айт күні қайтқаны, тілеулері дұрыс болған екен бейшаралардың. Дүние деген осы. Жігіттер де, деді ортада отырған бір ақсақалдың кісі. Едәуір жыл болды-ау. Өгіз өлгеннің басында айт болып ат шапыртқанымызда жиылған адам қанша болса да бөгелмей-ақ қымызға қыдырып шығарып еді. Ақырында бүгін сол бәкен қатынымен аштан өліп отыр. Тұз дәмін татқан жігіттер, ескеріңдер. Еттеріңді жеген соң жаназасын жерге тегізіңдер. Сауап қой. Ет желінді, қымыз ішілді. Жұрт жиналып елдің сыртындағы белеске шығып, жалау байлап ойын қылуға айналды. Ақсақал сөзін тыңдаған жан жоқ. Ат шабыс, күрес, тоқ бәйге, аштан өлген Бәкен мен Зейнепке көптің көрсеткен құрметі. Тілеулері дұрыс екен. Айт күні қайтты десті. Назарларыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.